сәлеметсіз бе? Менің есімім Гүлнара, жасым 27-те, 3 баланың анасымын. Үлкен қызым Үнжу, 6 жаста, одан кейін Дінмұхамед 3 жаста, кішкентайым Шайла Ахмет деген ұлым бар. Біз отбасымыз, әкеміз бар, ол кісі тойыс жұмыста, үйде сол 5 адамбыз. Мен өзі 19 жасында тұрмысқа шықтым. Ол кезде университет оқитынмын. Сол бірінші қызым дүниеге келді, университет оқып жүрген кезде сонымен бала қарап үйде отырдым, кәсіби шаруашылығында. Сол үйдің жұмысы, балалар, тамақ дегендей. Бізде үлкен қызым Үнжу, денсаулығы жақсы, туылған кезде өте жақсы туылды, ешқандай не болмады. Бәрі развитие, бәрі жақсы садикке барып жүрді. Енді Дінмұхамедім менің екінші балам кішкене ерте туылып қойған бала, 8 айында. Біз бәрі жақсы деп берді. Сонымен жаңағы енді бұл келе-келе бұның сөйлеуі бізге білінбеді. Сөйлемейтін, тілі шықпайтын, только қолмен көрсеттік, тек қана сөйтіп жүрді. Бірақ көп жерге көрсеттік. Дора Марияны негізі алдында көріп жүргенбіз бізде. Ол товарға мән бермедік, ол нәрсеге. Сөйтіп мен жаңа өзімнің абысыным бар, сол кісі алып, жақсы нәтиже көрген екен, бізге де ұсыныс жасады. Мен де хабарласып, балама ішкіздім. Бір курсында 4 банка болады екен, соның 3-ші банкасын ішіп бастағанда бізде баламыз сөйлей бастады. Бірінші Аллахтың қалауымен, екінші Дора Мария. Рахмет айтам. Өте жақсы көмектесіп жатыр. Балалар әлі күнге дейін сұрайды, мама, Дора Мария ішеміз деп. Енді кіші ұлыма да берсем деп жатырмын, соны 3 ай болды. Солда ішіп, кішкене жақсы болса екен дедім да. Ертерек сөйлеп, дамуына бәріне. Бізде жақсы аппетит. Азанда тұрғанда каша сұрайды, тамақ дейді. Мен обедке тамақ істеп жатсам, даже үлгермей қалам. Иногда ортасында мама бізге бір нәрсе беріңізші, жейтін деп келеді. Өйткені баламның аппетиті өте күшті болды, айтпай, жақсы. Дора Марияны ішкелі. Керемет аппетит, түнде даже 12-ден асқанда тұрып тамақ сұрайды. Мама каша жекші дейді. Мен абысының көп балалы ана, ол кісі 7 баласы бар. Енді 2 үлкен қызы жақсы, ол кісінің 3-ші қызы кішкене тамақ ішпей, жаңа капризничать етіп сондай болатын. Мен ол кісі, мен Дора Марияны алып көрейінші осы деп сөйтті сол қызға. Сонымен ішіп, бір курсын ішіп бастағаннан бастап ол кісі результат берген ғой. Жаңа қызы тамақ ішіп, тамақ сұрап қайта-қайта. Маған хабарласып айтты, сен де алып көр балаңа, может сөйлеп кетер, жақсы болып кетер деп. Сөйтіп бізде алып көріп, сол кісі себепкер болды, жаңа қыздарына беріп, нәтиже көріп, ол кісі де тағы алам деп сөйтіп жаңа қайта-қайта айтады. Өте жақсы өнім деп. Мен негіз алдында көретін теледидардан осы өнімді. Өте жақсы деп мақтап жататын, даже инстаграмнан да көріп жүретінбіз. Ойымда болған сол, бірақ мен көршілерден есімде мен сол абысының себепкер болды. Өйткені мен жақыным ғой, енді жанашырым болған екен, сол кісі себепкер болып жаңа сондай болды. Ішіңіз деп. Сенген адамың ұсынып тұрса, неге оны ішпеске? Дора Марияның ұжымына алғысым өте шексіз. Осы өнімді ішкенімізге біз қуанамыз. Бұдан былай да алып та іше береміз. Алла қаласа жұмыстарыңызға тек қана сәттілік, табыс тілеймін. Сол сіздерге Алланың нұры жаусын десем.